Қозғалыс біздің өмірімізде қаншалықты маңызды? Мен сіздерге мына мысалмен түсіндіргім келіп отыр. Имантау деген жер бар, Бурабайдың жанында. Біз соған осыдан бір жыл алдын бардық. Барған кезде бір өзен бар, үлкен өзен бар екен. Бірақ ол жердегі өзенде ағыс жоқ ешқандай. Мүлдем ағын жоқ болғаннан кейін біртүрлі иіс бар жаңағы жерде ше. Табиғаты керемет, но бірақ бір иіс бар да. Бұл иіс сол жердегі судың жүрмеуінен, өзендегі судың тұрып қалуынан шығып тұр да, себебі тұрып қалған су сасиды. Бұл не үшін қозғалыспен байланысты? Соны сіздерге түсіндірейін. Біздің ағзамызда қан айналымы бар, біздің ағзамызда үнемі жүрегіміз 24/7 тоқтамай айналып тұрды, қанды айдап тұрды. Біз эмбриондық анамыздың қарнынан кезінен бастап өміріміздің соңына дейін жүрек осы функциясын атқарады. Ал ол функция бұзылатын болса, адамның қан айналымы бұзылады. Көрдіңіздер ғой? Не үшін маңызды? Не үшін қозғалысқа мен бәрін байланыстырып жібердім? Қараңыздар. Адам қаншалықты көп қозғалады, соншалықты оның ағзасында қан айналымы көп жүреді. Қан айналымы қаншалықты көп жүреді, оның ағзасында жасушаларға, тіндерге, әрбір органға, әрбір клеткаға қоректік заттар, энергия, оттегі барлығы барып отырады. И соған жараса шыққан соңғы өнімдер жасушалардан, органдардан кетіп отырады, органдардан бірден шығарылып тастап отырады. Қан арқылы. Себебі қан үнемі айналып тұр ол жерде. Мен медицинада оқыған маман ретінде негізгі айтар кеңесім, қараңыздар. Кез келген ауру ағзадағы қан айналымының нашарлауынан дамиды. Әрбір аурудың бір механизмін қарайтын болсақ, ол жерде қан айналымының бұзылысы бар. Қан жетпей қалған, қан дұрыс айналмай қалған, қан тромб болып қалған. Көрдіңіздер ме? Қан айналымы қаншалықты маңызды? Дәл манағы өзеннің мысалындай. Әп-әдемі табиғатты бұзып тұр мысалы. Деген сияқты. Көрдіңіздер ме? Қозғалыс біздің ағзамызға осы үшін маңызды. Негізгі біз табиғатымыздан қозғалысқа бейімбіз. Біздің ағзамыз қозғалуға бейімделіп жаратылған. Құстарды қараңыз, ол ұшып жатқан жоқ. Иттерді қараңыз, жүріп жатыр. Тыным тауып жүрген жан жануарды көрмейсіз. Тек қана адамзат қана қазір жатып қалды. Гиподинамия деп атайды медицина тілінде. Қозғалыс аз. Біз бұрында мысалы эволюцияға, не үшін мен эволюцияны көп айтамын видеоларымда? Себебі біздің ағзамызда сол бұрынғы эволюциядағы генетикалық ақпарат тұрыпты. Сол ақпаратпен біздің ағзамыз жұмыс жасайды. Соны ұмытпау керек. Сол үшін біз бұрынды еске алуымыз керек. Тарихты білмей болашақ жоқ деген сөз бар ғой еще. Соны еске алып қою керек. Қараңыздар. Бұрындары адамдар күн көріс, олар күн көру үшін қаншама әрекет жасап қозғалды күні бойы. Жаңағы аңға кетеді, киік аулап келеді, оны пісіріп жейді, отқа жағып. Күнде қозғалыс, көрдіңіздер ғой, олар тіршіліктің қамында жүр. Қазіргі өмір сүру салты, қазіргі күн көріс біздің мына керемет условия, өкінішке орай адамдарды, қазіргі заманның адамдарын аз қозғалуға алып келді. Сонымен қоса көліктер. Барлығы қазір көлікте жүреді, белгілі бір деңгейде қозғалыс аз. Қаншалықты біз аз қозғаламыз, соншалықты біздің ағзамызда қан айналымы нашар жүреді. Егер де сіздің балаңызда осындай болатын болса, оны уайымдау керек. Себебі уже бұл проблема. Баланың организмі өсіп жатыр. Бала өсуі керек, оның ағзасына қоректік заттар бару керек. Ал балаңыз телефон шығып жата беретін болса, ертең балаңыздың миы дамымай жатса, дұрыс сабақты игере алмай жатса, семіріп кетсе, ол сіздің кінәңіз. Себебі ата-ана ретінде жауапкершілікті сіз өзіңіздің қолыңызға алуыңыз керек. Түсінікті ма? Себебі бала үшін қан айналымының өте жақсы болуы өте маңызды. Себебі организм кішкентай 50 сантиметрден үлкен 1,90, 1,80 сантиметрге дейін өседі. Ол үшін қан дұрыс айналу керек. Себебі жасушалар өсу үшін қоректік зат бару керек. Түсінікті ғой? Сол үшін біздің ағзамызда қозғалыс маңызды. Енді мен бұл сөзіммен, бұл ойыммен сіздерге қазіргі күнкөріс жаман деген сөз емес. Қазір керемет, адамзат осындай жетістікке жетті, әрине қуанышты. Бірақ біз манағы ағзамыздың физиологиясын ұмытып кетпеуіміз керек. Соның орнын толтырып отыруымыз керек. Себебі миымыздың 80% ағзамыздың қозғалысына жауап береді. Ал біз күні бойы мүлдем қозғалыс жасамайтын болсақ, миымыздың 80% мүлдем жұмыс жасамады деген сөз. Көрдіңіз бе? Сол сізге керек па? Медицинада атрофия деген ұғым бар. Атрофия дегеніміз жұмыс жасамаған органның кішірейіп функциясының азаюы. Ал миымызда 80% қозғалысқа жауап беретін болса, біз жылдар бойы қозғалмайтын болсақ, миымыздың 80% атрофияға ұшырайды. Миымыз дұрыс жұмыс жасамай бастайды. Түсінікті ғой? Осы үшін бізге маңызды екен. Достар, енді мана айтқанымдай қайталап кетейін.
қазіргі күнкөріс, қазіргі өмір сүру салты мынандай болып жатыр, керемет жылы жерде отырамыз, барлығы күшті, барлық зат бар, жеткілікті, Құдайға шүкір, интернет барлығы күшті. Бірақ біз физиологиялық қозғалыстық қажеттілік толтыру үшін біз не істеуіміз керек? Спорт залға баруға мүмкіндік болса, спорт залға баруға кеңес беремін. Барып жаттығу жасаңыз, қыз болсаңыз да, жігіт болсаңыз да, ұялмаңыз, барыңыз. Денсаулық сізге керек, басқа ешкім керек емес. Сіздің денсаулығыңыз отбасыңызға, еліңізге, жұмысыңызға керек. Сол үшін жауапкершілікті сіз өзіңіздің мойныңызға алыңыз. Барыңыз, жаттығыңыз. Залға бару мүмкіндігі жоқ болатын болса, қайда баруға кеңес беремін? Просто жаяу жүріңіз. Қозғалыңыз, дворлары бар, жаттығу жасаңыз шығып. Максимум, минимум дейінші, минимум жаяу жүріңізші. Таксимен баратын жерге жаяу барыңыз, ертедегі шығып. Үнемдеу бір жағынан. Ақшаны үнемдеу мақсатында айтып жатқан жоқпын бұны. Просто өзіңіздің денсаулығыңыз үшін. Жаяу жүрсеңіз таза ауа кіреді соған жараса. Таза ауа бұл энергия. Оттек біздің ағзамызға энергияны жағып беретін зат. Оттек болмаса энергия жанбайды. Энергия жанбаса ағзалар жұмыс жасамайды энергиясыз. Түсінікті ғой? Тағы бір мысал қараңызшы. Энергиям жоқ, әлсізбін деп айтады да. Көп әшілік адамшы. Жұмысқа желание жоқ дейді. Оның әрине себептері көп. Бірақ мен сіздерге қозғалысқа байланысты бір себебін келтіріп берейін. Адам мүлдем қозғалмайтын болса, оның ағзасында энергия болмайды. Себебі энергия оттектен алынады, тамақтан алынады. Бірақ тамақ жеуде ешкімде проблема жоқ, бірақ оттектен проблема бар, қозғалыстан проблема бар. Тамақты жеп, ол жеген тамағымыз белгілі бір органға бармағанша пайдасы жоқ қой. Одан ешқандай энергия түзілмейді ғой. Біз оттекті жұтып, бірақ біз қозғалмасақ белгілі бір органға бармайды ғой ол қан арқылы. Біз қаншалықты көп қозғаламыз, соншалықты көп сырттан оттек келеді, соған жараса біздің қанымыз жақсы айналады. Себебі ағза соны қажет етіп жатыр. Қанымыз қаншалықты көп айналса, оттек те барады, қоректік зат та барады тіндерге, есесіне энергия пайда болады. Жата берген адамнан еш уақытта жақсы ой, жақсы идея шықпайды. Қаншалықты сіз көп қозғаласыз, сіз еш уақыт шаршамайсыз, сізде үнемі энергичный болып жүресіз. Себебі сіздің ағзаңызда энергия шығып жатыр. Оттегін жұтып жатсыз, тамақты жағып жатсыз, сонымен энергия көп сіздің ағзаңызда. Жұмыс жасағыңыз келе береді. Бірақ нәпсі құрғыры оған жеткізбейді. Бұл себебі біздің миымыздың физиологиясы. Біздің миымыз максимальный энергия құртпауға тырысады. Сол себепті біз рисковать ете алмаймыз. Бір бизнес бастау кезінде қорқамыз, белгілі бір тәуекелге баратын кезде қорқамыз. Себебі ми бізді автоматты түрде қорғайды. Себебі ми сені қауіптен қорғағысы келеді, үнемі аман қалғысы келеді. Түсіндіңіз ба? Сол себепті біз көп жұмыс жасамаймыз. Максимально біздің миымыз максимально біздің энергиямызды үнемдеуге тырысады. Көрдіңіз ба? Бұл мидың сізді қорғауға арналған функциясы. Ол сізде сұрап отырмайды, ол автоматты түрде солай жұмыс жасайды. Себебі энергия тапшылық болып қалуынан қорқады миымыз. Сол үшін сізді жата бер. Не үшін көбісі семіріп кете береді? Себебі ми автоматты түрде соны жасап отыр. Себебі ми энергияның жоқ болып қалуынан қорқады. Сол үшін энергияны жинай береді. Көрдіңіз бе? Сол үшін бәрі еріншек. Сол үшін бәріміз жата береміз, жатқымыз келе береді. Ұйқыдан тұрғымыз келмейді. Көрдіңіз бе? Бұл миымыздың күші. Мидың мақсаты сізді бақытты қылу емес. Мидың мақсаты сізді аманап қалу. Сізді рисковать еткізбеу сізге. Көрдіңіз бе? Максимальный әрекет жасатқызбау. Сол кезде сіздің жаныңыз аман қалады деген мида программа бар. Ал сіз рисковать еткен сайын сіздің жаныңыз қатерде да. Түсінікті ғой? Сол үшін ми содан қорқады. Но бірақ біз соған қарсы жұмыс жасауымыз керек. Себебі рисковать етпесек, біз бақытты бола алмаймыз. Ал тағы айтамын, мидың мақсаты, мидың негізгі программасы сізді бақытты қылу емес. Ал егер сіз бақытты болғыңыз келсе, әрекет жасаңыз. Қимылдаңыз, жауапкершілікті мойынға алыңыз. Денсаулыққа деген жауапкершілікті, күніге жоспар құрыңыз. Мен осындай километр күніге жүрем, осындай километр жүгірем, велик айдап қайтам, залға барам деп өзіңізге күнделікті жоспар құрыңыз. Себебі денсаулық сізге керек. Менің өзімнің өмірімнен алатын болсам, менің алдағы ниетім былай. Мен жастық шағымды ұзартқым келеді. Осылай жас болып ұзақ уақыт бойы жүргім келеді. Сондай бір ниетім бар. Сол үшін мен спортпен айналысам. Сол үшін мен өзімді күтемін. Сол үшін мен дұрыс тамақтанамын. Себебі мен осындай жас болып ұзақ уақыт бойы жүргім келеді. Соны қалаймын. Ертерек қартайып қалып, пенсиямды больницада өткізгім келмейді. Пенсиядағы уақытымды саяхаттап өткізгім келеді. Ел аралап, жер аралап өткізгім келеді. Менің сондай бір ниетім бар, сондай бір мақсатым бар. Кеш қартайғым келеді. Сондай мақсатым болғаннан кейін де менің қазіргі уақытта
өйтіп жатуға уақытым жоқ. Максимально қозғалуға, максимально жұмыс жасауға тырысамын. Осымен біздің видео аяқталды. Соңғы сөз. Тағы айтамын. Денсаулыққа деген жауапкершілікті біреуге лақтырып қоймаңыздар. Дәрігерлерге, үкіметке, достарыңызға, туыстарыңызға, ата-анаңызға лақтырып қоймаңызшы. Балаларыңызға лақтырып қоймаңызшы. Бірінші орында жауапкершілік сіздің мойныңызда. Себебі денсаулыққа өзіңіз жауап бересіз. Қалғаны екінші орында. Соны ұмытпаңыздар. Бүгінгі видео пайдалы болды деген ойдамын, ниеттемін. Мына видео сіздердің өмірлеріңізге сіңіп, сіздердің бір қозғалуыңызға түрткі болса, мен бақыттымын. Менің видеомның, менің проектімнің миссиясы орындалды. Назарларыңызға көп рахмет. Денсаулықтарыңыз берік болсын. Сіздермен болған мен Берік Ермұханов.